Қасым Қайсенов, халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. Қасым Қайсенов 1918 жылдың 23 сәуірінде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында дүниеге келген. 1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсіп, оны 1938 жылы бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің саяси ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып жүргенде, әскер қатарына шақырылып, әскери барлау мектебіне жіберіледі. 1941 жылы Мәскеудегі барлаушылар мектебінде оқиды. Іле-шала жау қолында қалған Украина жеріне аттандырылады. Жау жайлаған елге ұшақпен келіп түскен сәттен бастап Қасым ағаның партизандық өмірі басталады. Қасым Қайсенов жер бетінде бұрын-соңды болмаған ең жойқын шайқасты жауға етегінен шалдыртпай, жағасынан алдыртпай өткен еңіреген ер. Басқыншы жауды қарадай қалтыратқан Вася партизан. Халқымыздың күллі адамзатпен бірге жасаған ерлік дастанының ең мықты, ең басты қаһарманының бірі. Ұлы Отан соғысын бастан аяқ Украина және Белоруссия жерінде, қалың орман ішінде партизандармен бірге қан майдан кешіп өткізген қазақ халқының қаһарман ұлы, халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың жау тылында өткен өмірі сұрапыл оқиғаларға толы. Жау тылындағы бала повесі 1961 жылы жазылған. Қасым Қайсенов жау тылындағы партизандардың басқыншыларға жасаған зор ерліктерін үлкен тебіреніспен суреттейді. Повесте сұрапыл Ұлы Отан соғысы кезінде Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қиын өмірі соқпағы суреттеледі. Ол майор Мекенбаевтың ұлы. Атасының қолында ауылда оқып, жазғы каникулда қаладағы әке-шешесіне келеді. Көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар серікті жетектеп, эшелонмен ауылға кетпек болады. Жау бомбалап қирайды. Анасы Жамал жау оғынан қаза табады. Серік комиссар Савченконың әйелі Анна Ивановна мен оның баласы Бористың қасында қалады. Анна Ивановна екі баланы алып, туған жері Задурин селосында тұратын әкесі Иван Дементьевичке қиындықпен әрең жетеді. Сатқын құрбысы Тамара комендантқа бұларды ұстап бергісі келеді. Астыртын ұйым басшысы Олейниктің байланысшысы Алексей жасырын үй тауып беріп көмек көрсетеді. Жанкештілікпен отан үшін алысқан партизандар қала мен күл болған селоны, немістер тірідей көмген әке-шеше, іні қарындасты көреді. Бостандық, болашақ, бақыт үшін халық аянбай алысты. Жандармдардан ерлікпен қорғанған ауыл тұрғындарына Қызыл армия көмекке келеді. Соңында күтпеген жағдай орын алады. Бұл әдеби лирика жанрында қызықты жазылған шығарма. Әр оқырман шығармадағы кейіпкерлердің жан дүниесін сезініп, олармен күн кешкендей сезімде болады. Сондықтан да жау тылындағы бала повесін барлықтарыңызға оқуға кеңес береміз.